пайғамбарымыздың қызы Зейнеп намаз оқиды екен түнде. Мешітте Зейнептің орны деген орын болады екен. Төбеден жіп іліп қояды екен. Пайғамбарымыз бір күні мешітке келсе, бір жіп ілініп тұр. Сұрайсыз, мынау не жіп мынау? Адам асатын сияқты біліп қойғанда, бұл не жіп дегенде, бұл сіздің қызыңыздың Зейнептің жібі дейді. Не үшін? Бұл түнде осы жерге келіп намаз оқиды. Құлап қалатындай намаз оқиды. Ақыры тұрамай құласа, ана жіпке қолын тығып алып, сол жерде сол сүйеніп тұрып намаз оқиды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: шаршасаңдар демалыңдар, бұлай оқымаңдар деп қырқып тастайды. Себебі пайғамбарымыздың сөзі бар: сендер шаршамасаңдар, Алла шаршамайды дейді. Біз пендеміз. Ондай үлкен Аллаға даты жеткен адамдардың етегінен ұстайтын адамдар бар. Арамызда да бар. Бірақ егер болмасақ та ұқсап бақ дейді, шамаңыз жеткенше. Біздің дініміз адамды зорлық қылып құлшылық еткізетін дін емес. Пайғамбарымыз сол үшін қарапайым халыққа оңай жағын айтты. Тіпті Құран оқып отырып, намаз оқып отырып шаршасаң, тұрып кет дейді. Яғни Құраннан жалықпа, намаздан жалықпа, жүрегіңді қайтарып жіберме дейді. Дұрыс демала білу керек. Дұрыс демалу деген сөз, ана жерден тұрып кет деген сөз, басқа нәрсеге айналыс. Бұны қазіргі заманның психологтары айтады. Жұмыста, сіз бір жұмыс істеп жатқанда, ортада үзіліс болады ғой, демалыс. Үзіліс кезінде жұмыс орнында демалма дейді. Психологтар айтады: жұмыс орнында демалу дұрыс емес екен. Өйткені сен күніменен сол жұмыс орнын көрдің, осы жерде шұқылап отырсың, демалыста да соны көріп отырсың да, сен ақыры шаршайсың. Сол үшін жұмыс істедің ба, істеді, жұмысыңда қоңырау шалынып, демалыс істеді ма, тұрып кет бұл жерден. Басқа нәрсе көр. Сыртқа шық, арала, кішкентай жүр, бір намаз оқы, әйтеуір ана жұмыс орнынан кетіп қал. Намазда да сондай. Егер шаршайсыз ба, жай намаздан тұрып кетіңіз. Құраннан шаршайсыз ба, шетке тұрып кетіңіз. Барлық кезде уақытыменен нәпсіні дұрыс тәрбиелеп апару керек ондай нәрсеге. Сахабалар ол нәрсеге, бұның ғашықтығына ол кісілер өзін тәрбиелеумен жетті. Зорлаумен емес, түсініңіздер. Өзін зорлап оқытқан жоқ. Пайғамбарымыздың қызы Зейнеп жаңағыдай жіпке ілініп тұрғанда өзін зорлап, сен оқысаң да оқисың деп тұрған жоқ, біздің сыртымыздағы көріністегідей. Бәлки оның денсаулығы шыдамаса да жүрегінің махаббатының көптігінен жібіліп қойды. Ол кісі намазсыз тұрамайтын еді. Соншалықты намазға ғашық, намазсыз тіпті аяқ қол істемесе де сол жіпке ілініп болса да тұратын еді. Ойласаңыз, қаншалықты ғашықтық бұл.